Ауzu биллахи минеш-шайтанир рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ayub пайғамбар алейхиссалам. Қиссасы өмір баяны. Ayub, Ғиса, Ayub, Жүніс, Харун және Сүлеймен пайғамбарға алейхиссаламның вахи еттік. Ниса сүресі 162 аят. Бұрынғы Нұх алейхиссаламды тура жолға салып, оны және оның ұрпақтарына Дәуіт, Сүлеймен, Ayub, Жүсіп, Мұса және Харун алейхиссаламдарға тура жол көрсеттік. Анғам сүресі 83 аят. Ayub сүресі. Ayub алейхиссаламды Раббына маған бір бөле келді. Сен мархамет етушілердің азабысын деп жалбарынды. Сонда тілегенін қабыл етіп, өзінен нұсқауын айықтырдық. Анбия сүресі 182 аят, 183 аяттар. Құлымыз Ayub алейхиссаламды есіне ал. Сол уақытта Раббын рас мені шайтан бейнетпен қануға, Раббын рас екен шайтан бейнетпен қануға ұшыратын деп жалбарынуды. Сад сүресі 41 аят. Оған аяғымен жерде төгіп, міне саған шомылатын әрі ішетін суық су дедік. Сонда 42 аят. Шында оны сабырлы көрдік. Ол не деген жақсы құл, өткені ол өте бөсінуші. Сонда 44 аят. Құранда оны Ибрахим ұлы Исхақ алейхиссаламның нәсілінен деп атады. Алла тағала оған алдымен мықты денсаулық, үлкен байлық беріп сынап көріпті. Ол Харундағы 4 құбылысы түгел ең ауқатты адамдардан бір еді екен. Оған асыл тасымай шүкіршілік етіп қайырымдылығымен атты шығыпты. Аллаға сиынып тура жолдан таймауды тілепті. Енді бір кез жаратушымен оған ауру сырқау жіберіп, бұрынғы үйін төгіп берген сан-салтанатты бәрін қайтып алыпты. Сөйтіп ол күн көрісті төмен тақыр кедейге айналыпты. Шайтан жіберіп Ayub'ты денесіне ірінді жара қаптап, жұрттан бөлепті. Бірақ соның бірінде қарамасан Ayub ренжіп қайғырмаған. Бұрынғыша Алла атын аузынан тастамай, қандай жағдай болсын да бәріне шүкіршілік етіпті. Алланың мырзалығына күннен шек келтірмей, бәрінде байлыққа да кедейлікке де төзіп шыдап бақты. Оның әйелі Жүсіп алейхиссалам пайғамбар бұтағынан еді. Бір күні ол бұл кем таралған жоқ, желіктен қашқан құтылар екенбіз. Жұрт қаталардан өмір кешетін күніміз болар мекен деп зарылыпты. Сонда Ayub алейхиссалам біз тоқтық пен байлыққа қалай және қалай қанша шыдадық деп сұрапты. 80 жыл депті әйелі. Сонда аз күн қиналықта неге төзбейміз? Егер сауықсам, осы қалғын үшін саған 100 сабыр беремін деп Ayub алейхиссалам. Осыдан кейін әйелі оны тастап кетіп қалыпты. Бір күні Алла тағала Ayub'ты қайтадан денсаулық сыйлап, бұрынғы алғандарын бәрін түгел қайтарып беріпті деді. Оның аяғынан астынан зәмзәм суы атқылап, оған жуынып шайнаған кейін денесі жарадан құлап таза жазылыпты. Мол
дәулетке қайта кенеліпті. Келесі. Құран аяттарында Айюб алейхиссалам Алланың адалда шыдамдық құлдарының бірі дәлелденді. Әсіресе оны әртүрлі жағдайда мойындамайтын, асып төгілмейтін бір қалыпты төзімділігі, көністігі жоғары деді. Дәріптіледі. Өмірде кейбір өкінішті қиыншылықтарды да пайдаланып шайтан азғырып араға түседі. Арқылы оны тура Құдай жолынан тайдыруға тапсырады. Осы арада оның бастан кешкендері Адам атаға алейхиссалам оқиғалардан біраз еске түсіреді. Көне өсиеттер кітабында оның баламыз Айюб мұнда оның аты Нұх алейхиссаламмен қатар аталады, және пайғамбарым шыншыл Құдайдан қорқатын және кең пейілді мінез құлқымен ерекшеленеді. Мұндай бір көрініс бар. Бірде Құдай шайтанын менен Айюб пайғамбарымды көрдің бе? Бір бетінде ондай ер бола қоймас депті деді. Сонда шайтан Айюб мейірімділігі тек өз пайдасы үшін ғана, себебі оны Құдай күзеті. Ол қашан тоқтаса Айюбты Құдайға жіберілгендегі сол бойда бітіп аяқталады деп жауап беріпті. Құдай мұны сынамақшы болып, бір күні Айюбты бірінен соң бірі төрт хабаршы келіп, оның далада көрген түйелердің, қойлардың, есектерінің жандағы бақшалармен бірге бөліп қалғанын, солармен бірге үйінде қалған барлық ұл қыздарды ажал кеткенін естіріпті. Айюб алейхиссалам қайғырып отырады да өзін жаяды да есін жияды да, соның бәрінде Алла беріп еді. Барлығында Алла тағала қайтып алған екен. Не істесе де ризамын, о жаратушым, жасын тиіп, басын көтеріпті дейді, сабырлық қылады. Шайтан мұнымен де тоқтамай, мұның үстінде ірінді жара жіберіпті. Әйелі болса да бұл қырсықтан ірі жүріп құтыла алмасан деп табылапты. Ал достары келіп, күнәңді мойында, бұл соны жасасы деп ақыл беріпті. Әлгіледен бері осының бірін үнсіз тыңдап отырған Айюб алейхиссалам дәмім қайғы біреуден жазалау үшін келмейді. Ол адамның ішкі дүниедегі сергітіп, оятып, қырсыласу үшін, еселіп, арттыру үшін жіберіледі деп өзі басу айтып, өз есесінен көтеріпті. Мұны естіген еңсесін көтеріпті. Мұны естіген жандылары да оны мақұлындап, оны шүкіршілік қылуға шақырыпты. Алла тағала оның бұл шешімге риза болып, көптеген жақсылыққа, екінші рет сүйіспеншілікті бен оның бұрынғы денсаулығы, байлығы бірнеше есе болып өзіне қайтып оларыпты. Әйелімен қосылып тағы да 7 ұл, 3 қыз сүйіп, бірталай жыл өмір сүріп көз жұмыпты дейді.